Ассаламу алейкум. Мен көрермендерім электриканы жақсы көріп үйреніп атқан, жаңадан бастап атқан, бәлкім тек қызығып жүрген көрермендеріме бүгінгі өтетін тақырыбымыз пускательдегі блок контактілер. Тек пускательдегі емес, магнитті пускательдегі емес, жалпы блок контактілер туралы. Ондай блок контактілер қай жерлерде бар, схемамен танысып, бұл блок контактілерді схемада қалай пайдалануға болады, қай жерлерде пайдалануға болады. Бұл сабағым себебі алдыңғы келесі сабақтарымызда бізде реверсті магнитті пускательдің схемаларында өтеміз, оны жалға бөлінеміз, оны схемадан көрсетіп түсіндіріп, жаңағы пысықтап. Сол үшін алдын ала блок контактілер туралы бір түсіріп кетейін деген ойым болды үйде. Видео кішкене ұзақтау болып кетеді. Егер де ұзақтау болып кетсе, кешірім сұраймын. Себебі дұрыстап тұрып, мыжыңдап, былай айтқанда түсіндірейін дегенім оны. Себебі қысқа нұсқада жазылған видеолар өте көп. Интернетте оларды адамдар көреді, түсінбей қалып отырады. Әртүрлі сұрақтар туындап қалып отырады. Көріп тамашалаймыз. Так, бүгінгі сабағымызда осындай пускательмен қарастырамыз. Мысалға алып, Deckcraft дейтін фирманың пускателі. Бүгінгі сабағымызда енді блок контакттар туралы айтамыз. Мысалы, мына пускательді алсақ, бұның силовой частьтары міне L1, L2, L3 380-нің келетін жағы пускатель тартқан кезде сол 380 астынан шығып кетеді. Егер де пускатель тартпаса, тек түсінде 380 келіп тұра береді де, астынан шықпай тұрады. Егер де пускатель жасағаннан кейін ғана астынан шығады. Астыңғы контакттар T1, T2, T3. Бұл пускательдің өзінің блок контактілері бар. Қапталында тұрған нормально открытый, нормально закрытый контактілері міне. Бұл пускательдің катушкасы 220, жерде көрінсе, жерде жазылады көрінесе, 220 вольт катушкасы. Жалғанатын жерлері міне жерде тұр, екі контактысы. Бұл пускательдің характеристикаларын айтып кететін болсақ, реклама емес. Пускатель үшінші величиналы, 200 вольт пайдалансақ, силовой частіне, 200 вольт пайдалансақ силовой частіне, ол кезде 50 амперге дейін көтереді. 415 деп жазып қойыпты, 415 вольтта 50 амперге дейін көтереді, 690 вольтта 39 амперге дейін көтереді. Яғни 230 вольтта 15 киловатт мощность беруге болады, потребление мощностьке дейін көтереді. 415-те 25 киловаттқа дейін мощность көтереді. 690 вольттық кернеуде 33 киловаттқа дейін көтереді. Яғни 380 берсек, двигательге 380 болса, біздің двигателіміз 25 деп тұрсам, 25 киловаттқа дейін болса, 22-лік двигательдерді көтереді солай. Қысқаша айтып жатқам. Бұл пускательдің дополнительный блок контактілері де болады. Мынандай блок контакт үстіне киіледі, алынады, салынады, алынбалы, салынбалы. Бұл блок контакты өзінің нормально замкнутый, нормально разомкнутый екі контактіден бар. Нормально замкнутый қапталдарында суреттері тұрады көбінесе, өзінің схемасы. Бүгінгі тақырыбымыз осы. Біздерде қандай контактілер бар? Біздерде екі контакт бар. Орысша айтқанда нормально открытый, нормально закрытый. Ағылшынша, кейбір нелерде ағылшынша болады, пускательдерде ағылшынша жазылып тұрады. NO, N, міне жазылып тұрған, көрдіңіз ба? Жерде көріне ме екен? NO, N, C деп тұрды. NO дегеніміз енді normally open, NC деп тұрғанымыз normally closed. Яғни normally open дегенде нормально ашық, normally closed нормально жабық. Қазақша айтқанда қалыпты тұйықталған, қалыпты тұйықсыздалған деп схемалардан да қарауға болады. Қалыпты тұйықталған контакт мынандай болып схемаларды белгіленеді, қалыпты тұйықсыздалған деп мынандай болып контактілер белгіленеді. Бұл контактілер бізде тек пускательде емес, пускательде болады, оның дополнительный контактілерде болады. Бұл контактілер бүгінгі өтеміз сабағымызда не үшін керек болады дополнительныйлар. Және де кнопка, стоп, пусктерде де болады. Оның алдыңғы сабақтарымызда да өткенбіз.
любой кнопка стоп пусктерде өзінде екі контакттан болады. Стоп болсын, бұл пуск болсын, қай-қайсында да открытый и закрытый контактілерде болады. Дұрыс айтқанда көбінесе нормально замкнутый, нормально разомкнутый деп айтқан дұрыс болады, дұрысырақ болады. Так, нормально открытый контакт дегеніміз не? Нормально открытый контакт. Нормально открытый контакт, орысша айтқанда, контакт, замыкающий при срабатывании устройства дейді. Мынау біздің устройство болса, нормально открытый контакт болады өзінде. Нормально открытый контакты. Бұл открытый, нормально открытый контакт мынандай суреттеледі не? Нормально открытый деп жазып қойғаны. Мынаяқтарда да нормально открытый, нормально закрытый деп не жазған. Бұл устройство нормально открытый контакты. Бұл устройство срабатывание саған кезде, срабатывание яғни бізде катушкасына напряжение берсек, мынада яғни қазір бізде болып тұрған жерде 200 вольт, 220 вольт берсек, бұл катушкасы тартады, магнитталады да, и катушкасымыз тартады. Катушкасымыз тартқан кезде біздің устройствомыз сработка жасаған болып саналады. Сработка жасалынған соң, оның открытый контактысы, мына открытый контактысы замыкать етеді, жабысады. Нормально закрытый то же самое. Контакт, замыкающий при срабатывании устройства. Контакт размыкающий, то есть имеется в виду. Контакт размыкающий при срабатывании устройства. По умолчанию деген кезде былай дым жұмыс жасамай тұрған кезде, дым тоқ берілмеген кезде контактта, мынаяқтарда да дым устройство біз жұмысқа біз мынауында устройство деп алсақ, бұл просто по умолчанию тұрса былай тұрады. Қалыпты жағдайда тұрған кезде. Егер де оны біз бассақ, біз оның жұмыс жасауына уже не істеп жатырық та, біз жұмыс жасатып жатырық оны. Бұда да солай. Қалыпты жағдайда осылай тұр, бұның катушкасына напряжение кернеу келген кезде ғана бұл қалыпты жағдайда болмайды, уже жұмыс жасаған жағдайда болады. Жұмыс жасаған жағдайда болады. Сол үшін бұл қалыпты жағдайда бұның контактілері мынандай болса, бұл жұмыс жасаған жағдайда оның контактісі жабысады. Жабысады, мынау айырылады, соответственно, наоборот. Любой пускательде, мына пускательде екі контактісі бар. Қалыпты тұйықталған, қалыпты тұйықсыздалған. Қалыпты, мынау былай тұрған кезде тұрады спокойно, осындай қалыпты болып тұрады, осындай. Қалыпты жағдайынан кетіп, уже жұмыс жағдайына түскен кезде бүйтіп тартып, кернеу беріліп катушкасына. Уже бұл қалыпты деп тұрған нәрсеміз, қалыпты тұйықталғаны, қалыпты болмайды уже. Тұйықталмаған болып шығады ғой, былай айтқанда. Түсіндіре алдым ба сіздерге? Бұл контактілер бізге не керек? Не үшін керек? Бұл контактілер. Мысалға алатын болсақ, пускательдің схемасында көбінесе біздер стоп пуск пайдаланамыз, кнопкаларын стоп пуск пайдаланамыз. Әр стоп болсын, пуск болсын, бұл контактілер мен бұны стоп қылып та пайдаланамын и пуск қылып та пайдаланамын. Мұнан да сол пуск қылып та, стоп қылып та пайдаланамын. Бұрын бір комментарийімде бір көрерменім айтқан, что бұл мынандай түс болмай ма, стоп мынандай түс болмай ма, пуск мынандай түс болмай ма деп. Негізі өзіміз білеміз. Сол үшін компаниялар өздері мынандай пуск стоптарды шығарған кезде контактілерін екі контактіде қойып кетеді. Пуск стопқа да екеуіне де нормально разомкнутый контакт, нормально замкнутый контакт қойып кетеді. Бұған да нормально замкнутый, нормально разомкнутый контакт беріп кетеді. Бұл жерінде үстінде тағы бір екі контакт бар. Бұл тек просто 220 берсек, бұл жерде лампочка жанады. Лампочка жану үшін. Схемада, пускательдің схемасында әрқашанда ең бірінші стоп тұрады. Стоп тұрады. Одан кейін пуск тұрады. Бұл жерде де нормально замкнутый контакт, нормально разомкнутый контакт и пускатель. Егерде біз пускательдің, магнитті пускательдің блок контактысын пайдаланбасақ, мына жерде блок контактысы пайдаланбаған кемнің, қазір мен сізге оны салам одан кейін. Тек просто пуск стопты пайдалансақ, кернеу келіп тұрады. Мысалға мына жерде 220 деп алайық, бір жағынан 0 келеді.
бір жағына фаза келеді. Бір жағына любой фаза А, Б, С. Фаза Б дейміз. Б-ны аламыз. Фаза келіп тұрады да, қалыпты жағдайда тұр ғой, біз оны пайдаланып жатқан жоқпыз. Просто тұр. Қалыпты жағдайында бұл тұйықталған болып тұр. Тұйықталған болып тұрады да, бұл жерден кернеу фаза Б-міз өтіп кетеді да, қалыпты тұйықсыздалған контактқа, пусктың контактісіне келіп тұрады да, бұл жерде жүрдетіп тұрады, өте алмай тұрады кернеу ары қарай дальше. Біз бұның қалыпты жағдайын бұзамыз, басамыз кнопканы басамыз. Мысалға, пускты жасыл қылып алсақ, бастық, кнопка басылады, и мынаяқтан келатқан біздің кернеуіміз катушкаға жетеді. Катушкаға фаза мен 0 барған соң ол екеуі 220 болып саналады да, біз бұл жерде қазіргі мысалға отқан жерде біздің катушкамыз 220-лық. 220 бұл жерге жиналады да, магнитталады да, бұның контактісі тұйықталады. Қалыпты, бұл пускательдің қалыпты тұйықталып тұрғаны тұйықсыздалынады, ал қалыпты тұйықсыздалып тұрғаны наоборот тұйықталады. И бұл жерде біз пускты басқан кезде болған, бұл жерде катушкасы тартады да, пускатель тартады, и біз пускты жіберіп қалған кезде пускатель жіберіп қояды. Біздің двигателіміз, егер де пускательден двигатель жұмыс питаться тұрса, одан алып тұрса, ол тоқтап қалады. Оның тоқтамай жасап тұруы үшін біз оған блок контакт пайдалануымыз керек болады. Блок контакты кейбір нелерде жұмыс жасап жатқан кезде адамдар оны сухой контакт деп атайды. Сухой контактілер. Пускательдің сухой контактілерін пайдаланайық. Сухой контактілерін, или блок контактілерін, или замкнутый, разомкнутый контактілерін пайдаланайық. Яғни бізге қазір нормально разомкнутый контактісі керек. Бүйтіп суретке салып кетеміз. Оған КМ деп салып кетеміз, чтоб бұл ненің контактісі екенін білу үшін оның үстіне атын жазып кетеміз. Себебі мына жерде де бұл контакт, үстіне мынандай знак қойып қойдым, бұл кнопканың суреті, кнопка екенін сразу схема білетін адам түсінеді. Үстіне қандай кнопка екенін жазып кеттім, пуск деп. И бұл жерде бүйтіп бұл взаимосвязанный екенін көрсетіп қояйын схемада осылай. Бұл КМ-ның катушкасы, КМ-ның блок контактісі. Қандай блок контактісі? Нормально разомкнутый блок контактісі деп жақсы айтқанда оңайырақ болады. Осыны қойғаннан кейін-ақ катушка тартқан кезде бұл да қалыпты жағдай бұзылып тартылады да жабысып қалады. И потом барып біз пускты жіберген кезде бұл ұстап тұра береді. Мына кернеу арқылы бұны көбінесе орыстар не деп атайды? Самоподхват деп атайды. Бұл жерде біз пускательдің мына контактісін дәл осындай неге пайдаландық. Енді бұл пускательді нормально замкнутый контактісі де бар. Разомкнутый контакт болды. Оны қандай жерлерге пайдалануға болады? Мысалға, бұл жерде біз бүйтіп алайық бұл схемада. 220 мен жасалынып жатыр бұл схемада. Мына жерге мен мынандай қылып салып кетейін. Лампочка салып кетемін мына жерге. Лампа схемаларда бүйтіп салынады. Ол схемаларда HL болып бөлінеді, жазылады HL схемаларда, бірақ HL дейтін уже лампочка ғой, бірақ бұның қандай лампочка екен? Біз бұл жерде оны қызыл лампочка алып алайық. Қызыл, red, ағылшынша red. HLR. Бізге бұл лампочканы жұмыс жасау үшін дәл сондай фазамен 0 керек болады. 0-ын беріп қойық осылай. 1-0-дан питаться деп. И біздегі фазаны пайдаланамыз. Бұл жердегі біз фазаны пайдаланамыз. Бұл жерден бүйтіп ала қойсақ та болады. Мына жерден аламыз. Жерден аламыз да былай келеміз. Мынандай контакт қыламыз. И тағы бір лампочка салайық. Лампочканың знагы, лампочканың атауы HLR, ал оның түсін жасыл қылайық. Green. Оған да фаза 0 керек болады. Бүйтіп алайын да.
бүйтіп алайын да, мынандай контакт салып кетейін. Бұл екі контактіде де біздің пускательдің дополнительный контактілерін пайдаланамыз. Мынандай пускательдің контактілерін үстіне КМ деп жазып кетеміз. КМ бұл да КМ. Міне қандай контактілері бар. Мысалға, лампочкаге біз бұл жерде 61-62 дейтін контакт алып кетейікші. 61-62 бізде мына жерде схемада замкнутый контакт болып суреті салынып тұр. Замкнутый контактқа біз 61-62 деп жазып кетті міне. 61-62 мынаның контактысын пайдаланып жатырық. Мынаның үстіне, пускательдің үстіне салам мен қазір. Ал нормально разомкнутый контактысы бар ғой, енді пускательдің өзінде, пускательдің қапталындағы контактысын пайдаланып кеттік уже. Ода тек біреу болады. Бір разомкнутый, бір замкнутый. Кейде замкнутыйын болмайды, тек бір разомкнутый контакт болады. Нормально разомкнутый контакт. Сол үшін оған дополнительно осындай пайдаланады. Тағы да бізге кейбір нәрселерге керек болатын болған үшін. Сол үшін мына контакт уже біз сама подхватын бұның пускты басқан кезде ұстап тұру үшін пайдаланып кетсек, уже тағы бір мынандай контакт бізге жетпейді. Сол үшін дополнительно қосымша осындай контактты үстіне кигіземіз. Пускательдерге салынады осылай. Міне бүйтіп келінеді. Болды, тұр үстінде өзінде. Мысалы, пускательдің катушкасына напряжение келген кезде мына ішінде контакт тартылады ғой. Сол кезде мынау да тартылады. Бүйтіп. Бұл контакт қалай жұмыс жасайды? Бүйтіп алайын. Мына катушкасы тартқан кезде мына жерде язычогы тұр ғой, мынау тартып кетеді ғой. Не? Тартып кетеді. Бұда өз жерінде мына жерінде қыртыстары бар, мынандай іліп қалатын да. Осындай дополнительный қосымша контакт салған кезде бұның да іліп қалатын ілгіші бар міне. Ілгіші бар. Осы ілгіші мынаған киіледі да, мынау тартқан кезде бұны да тартып кетеді. Бұны да тартып кетеді бүйтіп. Катушка жіберген кезде жіберіп қалады. Бұны да тартып кетеді. И жіберетіне. Солай жұмыс жасайды бұл. Болашақта керек. Бұны мен алдын ала өтіп кетіп жатырмын бұл сабақтарда, себебі алдымыздағы сабақтарымызда пускательдің реверстерін пайдаланамыз. Реверсивный пускательдерді пайдаланған кездерде осындай қосымша контактілерді пайдаланамыз. Так, біз манаға тақырыбымыздан алыстап кеттік. Мынандай контакттар пайдаландық. Пускательімізде тағы қандай контакт бар? Бұл жерде пускательдің өзінде пайдаланған контакт, бізге қосымша контакт қойып атқан соң мына контактты да аламыз. Бұл жерде бізде 53-54 дейтін контакт бар міне. 53-54. Көрініп тұр ма сізге? Нормально разомкнутый контакт. Normally open деп тұр. Normally open. Открытый. Нормально открытый деп орысша переводталады. Бұл контакт бізде 53-54. 53-54 дейміз. Ендігі мәселе. Пускательде, пускты басқан кезде біздің пускательіміз тартып тұра беру үшін бұл жерде біз бір неге задействован екенін бүйтіп көрсетіп қойған. Бәрі қалыпты жағдайда осылай тұрады. Устройствомыз қалыпты жағдайын бұзып, жұмыс жағдайына түскен кезде бұлар да қалыпты жағдайларын бұзады да, мына жағдайынан замкнутыйға түседі, мынау разомкнутыйға түседі, мынау замкнутыйға түседі. Тұйықталатын жағдайға түседі, тұйықсыздалатын жағдайға түседі. Сол үшін араларын бүйтіп көрсетіп қойдым. Қаяқпен задействовать тұрған. Бәрі катушкаға селінген. Бәр жерде де КМ деп салып қойдым. Мынаяқтарға да өзінің контактілерін жазуға болады. Бұл контактысы уже нормально разомкнутый контактысы пускательдің өзінде тұр міне. Өзінде тұр. 13-14 дейтін нормально открытый контакт, нормально разомкнутый контакт. Қалыпты, тұйықсыздалған, тұйықсыздалған бұл санатқа, тұйықсыздалған. Өзімде шатастым ол. Сендерге түсіндірем деп. Пускты басамыз, катушка тартады. Катушка тартқан кезде өзінің контактысы тартады. Бірге
одан кейін пускты жіберген кезде біздің кернеуіміз мынау арқылы катушкаға барып тұра береді да, катушка тартып тұра береді, жібермейді уже, пока біз бұл цепті үзбегенше. Бұл цеп бұған 220 келіп тұра берсе, бұл тартып тұра береді, мынау арқылы жабысып тартып тұр, мынау арқылы жабысып тартып тұр өзі. Бұл тартпай қалу үшін бұл цепті бұған 220 бармай қалу керек. Бұған 220 бармай қалу үшін бұл цепті біз үзуіміз керек болады. Бұл жерде үзетін бізде тек стоп, қалып жағдайда тұйықталып тұр. Кнопканы басып қалған кезде тұйықсыз үзетін жерде. Содан кейін бұған 220-ға бармай қалады да, сол себептен жерде 220 болмай қалады. Катушкасы жіберіп қояды, жіберіп қойған соң бұл контактты жіберіп қояды да, бұл өзін самопат-патпен жасамай қалады. Бұл жерде бұл тартқан кезде, бұның тартқанын білу үшін біз мынандай бір шкафтың есігіне бір жерлерге осындай бір лампочкалар қойып қоямыз, или бұна кнопканың өзіндегі лампочкаларын де пайдалана аламыз. Мысалға, пускты бастық, бұл тартты, катушкасы тартты, өзінде тұйықталып тұр. Сол кезде мына жерде де мына бір бойынан алып тұр ғой барлығы фазаны. Мына кетқан фазадан мынау алып тұр, одан кейін мынау алып тұр, мынау да алып тұр. Мынау да замыкать етеді да, лампочка жанады бұның міне ағайтынен. Нолі кетіп тұр, но лампочка жанады. Лампочка жанған соң, лампочка жанған соң, қандай лампочка жанады? Қызыл лампочка жанады. Қызыл лампочка жанған соң біз уже көреміз, біздің пускателіміз тартып тұрған. Қызыл лампочканы көріп, в работе да, жұмыс жасап тұр. Бірақ бізде бұл тартып тұрған кезде бұл үзіліп, жасыл лампочкамыз, HL Green дейтін жасыл лампочкамыз сөніп тұрады. Егерде біз стопты басқан кезде пускательге 220 бармай қалады. 220 бармай қалғаннан кейін бұл өзінің қалыпты жағдайына түседі. Бұл да қалыпты жағдайына түседі. Мынау да қалыпты жағдайына түседі. Мынау қалыпты жағдайына түскен кезде мынау свет жанбай қалады, үзіліп қалып. А бұл біз стопты басқан кезде қалыпты жағдайы тұйықталып тұратын еді ғой. Қалыпты жағдайынан напряжение келіп, жасыл жанып тұрады да, біз шкафтың сыртында или бір жерде бір жасыл светті көріп, двигательдің алыстан сөніп тұрғанын байқаймыз. Сол үшін пайдаланылады. Бұл блок контактілердің тағы да қандай жерлерге керектігін алдыңғы сабақтарда неден реверс схемаларын жинаған кезде пайдаланамыз. Сол кезде мен сізге тағы да көрсетемін. Бұндай контактілер қай жерлерде болады? Пускательдерде болады, кнопкалерде болады, релелерде болады. Ол релейный защита дейтін защита жақтарда да болады. Біздің подстанция, крун дейтін жерлердің ішіндегі релейный защиталарда. Бұл реле, бұндай контактілер машинаның да релелерінде болады. Көліктің ішінде әртүрлі релелер болады, оның фарын жағатын, лампочкасын жағатын. Сол жерде де барлығында да катушкасы болады. Ол релелерінде де тоже 12 вольттық, ол жерде уже катушкалары. Сол катушкасына 12 вольт келген кезде, оның да реленің де өзінің тұйық контактілері, тұйықсыз контактілері қалыпты тұйықталып, тұйықсаздалып тұрады. Сізге түсіндіре алдым ба? Бұл да отдельный сабақ қой, бұл себебі бір адамдар түсінбей қалуы мүмкін. Сол үшін менің алдыңғы сабақтарында бұндай пускательдің ішін шашып, ішіндегі катушкасы неден тұратынын көрсеттім. Орам, қалай жұмыс жасайды бұл. Бір сабағымда мен бұны пускательді жалғап үйреттім. Бір сабағымда мен бұл блок контактілерге тереңірек тоқтап кетіп жатырмын. Себебі алдыңғы сабақтарымызда, келесі сабақтарымызда Алла қаласа реверсивный пускательдің схемалары болады. Сол реверсивный пускательдің схемаларында осындай нелер блок контактілерді пайдаланамыз. Блок контактілер блокировать ететін нәрсе емес деп түсінбең. Блок контактілерді әртүрлі нәрселерге пайдалануға болады. Басқа да андай нелерде бар, әртүрлі релелерде бар. Көрсеткіш реле, указательный реле. Оларда да өзінің катушкасы болады, блок контактілері болады. Нормально замкнутый, нормально разомкнутый. Және де тағы контроль напряжения дейтін реле болады. Барлығы бұл релелердің көбі релейная защита дейтін мамандық болады. Соның ішінде әртүрлі сложный схемаларда болады.
үлкен сложный схемалардың барлығы көбі осындай катушкамен нормально разомкнутый, нормально замкнутый контактілерден тұрады, үлкен схемалардың көбі. Осы заттарды үйреніп алсаңыз, схеманы оқып үйреніп алсаңыз, осындай схемада катушка қалай белгіленеді, лампочка қалай белгіленеді, нормально замкнутый, нормально разомкнутый контактілер, кнопка стоп, пуск, ключ, сол заттардың бәрін біліп алсаңдар, оның атауларын біліп алсаңдар, схеманы шашасыңдар болашақта, Алла қаласа. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сізге шамам келгенше түсіндірдім деп ойлаймын. Менің сабақтарымда, алдыңғы сабақтарымды да қараң, менің каналыма қосылуыңызды сұраймын, подписаться етіп, лайк басып, комментарийларда егерде қандай да бір сұрақтарыңыз болса, сұрақ қойып, оны сол комментарийда талқылап, мүмкін кейбір нәрселерді болашақта да сол тақырыптарда да видеолар істеп түсіріп дегендей сияқты. Шамам келгенше біліммен бөлісуге тырысып жатырмын, яғни кейбір видеоларым менің ұзақ болып кетіп жатыр, бірақ та шамам келгенше дұрыстап түсіндіруге, мыжыңдап түсіндіруге тырысып жатырмын. Сол үшін кейбір видеоларым ұзақ болып кетіп жатыр. Біреулер айтады, қысқада нұсқа қылып жазшы дейді. Қысқада нұсқа қылып адамдар түсінбей қалады. Қысқада нұсқа қылып видеолар ютубта мынадан жетеді. Ол видеолар адамдар көріп түсінбей де қалып жатыр. Сол үшін түсіндіріп жатқаным. Лайк басып кетеміз. Рахмет. Көргендеріңе, егерде до конца қараған адамдар болса, соңына дейін. Қош болыңыз.